Сәлем достар, сіздермен бірге ерке. Бүгін мен сіздерге екінші мен қасқыр ертегісін айтып беретін боламын. Олай болса, ертегімді соңына шейін тыңдаңыздар, өте қызықты болады. Бір қасқыр тамақ іздеп келе жатып, құрулы тұрған қақпанға түсіп қалады. Бұлай жұлқынып, әрең құтылады. Қашып бара жатқанда оны аңшылар байқап қалады. Сөйтеді де соңынан тұра қуады. Қасқыр сасқалақтап бір егіншіге келіп жалына бастайды. Қайтсең де мені құтқар, жақсылығыңды ешқашанда ұмытпаймын. Мені қабыңа салып жасыра тұр. Қасқырға жаны ашып кеткен егінші оны қапқа салып жасырып қояды. Аңшылар болса егіншіге келіп: «Сен мұнда сұр қасқырды көрмедің бе?» Жоқ, көрмедім, дейді егінші. Аңшылар ұзаған соң егінші қаптың ішін ашып, қасқырға енді шыға бер дейді. Қасқыр қуанып секіріп шығады да: «Енді мен сені жейтін болдым ғой, қарным ашып тұр еді», деп егіншіге тап береді. Егінші байғұс не істерін білместен: «Ай қасқыр, бұның қалай? Мен сені жаңа құтқардым ғой», дейді. «Жақсылыққа жамандық жете ме екен? Жүр, біреуден жөнімізді сұрайық». Осылайша екеуі керісіп тұрғанда қастарына түлкі келіп қалады. Екеуі оқиғаны бастан аяқ түлкіге айтып береді. Түлкі болса: «Өй, наны біреу естісе күліп жүрер. Дорбаға үлкен қасқыр сүйді дегенге сенбеймін. Қане, қапқа түсіп көрші, көрейін», деп түлкі қасқырға қарайды. Қасқыр оны сендірмекші болып қапқа кірген кезде түлкі егіншіге: «Қаптың аузын байла, күзде егінді қалай егіп жүрсің, көрсетші маған», дейді. Егінші қаптың аузын байлай сала, қолындағы құрай салмамен қасқырды сабай бастайды. Аздан соң түлкі егіншіге: «Қаптың аузын аш», дейді. Егінші қаптың аузын ашқан кезде ішінен қасқыр ытқып шығып зыта жөнеледі. Сол кезде түлкі өзінің тапқан айласына ысқылықтап күледі. Осылайша егінші түлкінің арқасында аман қалыпты. Мінекей достар, осымен менің ертегім аяқталды.